Сәлеметсіздер ме? Сабақтың тақырыбы Ахмет Байтұрсынұлы егіннің бастары мысалы. Бүгінгі сабақтың мақсаты кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау, шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдау, әдеби эссе жазу. Мына сұрақтарға жауап беріп өтсеңіздер. Мысалда қандай теріс мінез қасиет сынға алынған, оған қарама-қарсы қандай оң мінездер бар? Мысал мазмұны бізді қандай болуға үйретеді? Бидай сияқты адамдар өмірде кездесе ме? Бірінші тапсырма. Осы мысалдан жағымды және жағымсыз кейіпкерлер бейнесін айқындайтын өлең тармақтарын анықтаңыз. Анықталған қасиеттердің қазіргі өмірде көрініс табуына қатысты көзқарасыңызды білдіріңіз. Өзімшілдік, тәкаппарлық, қайырымдылық, кішіпейілдік және де ақын өсиеті. Осыған байланысты өлең тармақтары, яғни өлең жолдарын келтіріп жазамыз. Келесі тапсырма. Шығармадан кейіпкер бейнесін айқындайтын өлең тармақтарын анықтаймыз. Негізгі сөздерге өз сөзіңізбен анықтама беріңіз. Анықталған қасиеттердің қазіргі өмірде көрініс табуына қатысты көзқарасыңызды білдіріңіз. Мәтіннен үзінді. Қалпы емес тәкаппарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді балам дейді. Өз сөзіңізбен сипаттаңыз, ол кім, қазіргі өмірде қандай? Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Осы өлең жолдарына байланысты кестені толтырамыз. Келесі тапсырма. Ахмет Байтұрсынұлының егіннің бастары мысалы шығармасындағы бидайдың әрекетіне өзіндік құндылық тұрғысынан баға беріп, әдеби эссе жазыңыз.